Біз бүгін ғылым енді ғана түсінген. Үш шындықты айтамыз. Ал олар Құранда 1400 жыл бұрын айтылған. Алдымен адам баласының қалай пайда болатынына тоқталайық. Бір сәт ойлап көріңіз. Адам баласының жатырда қалай дамитынын біз бүгін ультрадыбыс пен микроскоп арқылы ғана көреміз. Ал бұл процесс 1400 жыл бұрын қалай сипатталған? Алдымен адам тамшыдан жаратылды. Кейін ол жатыр қабырғасына жабысып тұрған күйге өтті. Одан соң шайналған етке ұқсас қалыпқа келтірілді. Сосын сүйектер пайда болып, сүйектер етпен қапталды. Қазіргі эмбриология дәл осы кезеңдерді анықтайды. Алғашқы жасуша, жатырға бекіну, ұлпалардың қалыптасуы, сүйек пен бұлшық еттің дамуы. Ең қызығы құран бұл процесті ғылыми терминсіз, бірақ биологиялық дәлдікпен сипаттайды. Бұл аят ғылымды алмастырмайды. Бірақ ғылым ашқан шындықтар мен таңқаларлық үйлесім бар екенін көрсетеді. Екінші факт ғаламның кеңеюі. Бүгінгі астрономия ғалам бір орында тұрмай, уақыт өткен сайын кеңейіп бара жатқанын айтады. Бұл теорияны біз Биг Бэнг деп білеміз. Ғалымдар мұны телескоптар арқылы галактикалардың бір-бірінен алыстап бара жатқанын бақылау арқылы анықтады. Ал бұл туралы Құранда Зарият сүресінің 47 аятында былай делінеді. «Уәссәмә бәнәйнәхә бияйдиу уәйіннә ләмусиуым». Көкке келсек, біз оны құдіретімізбен тұрғыздық, оны үнемі кеңейтіп жатқанда өйткені біз шексіз құдірет пен билік иесіміз. Бұл ғылым кейін дәлелдеген. Ғаламның динамикалық табиғаты мен таңқаларлық үйлесім. Үшінші факт Атлант мұхиты мен жерорта теңізі. Олар бір-бірімен араласып кетпей тұр. Бұл туралы Құрандағы Фурқан сүресі 53 аятта былай делінеді. Ол Алла бірі шөлдегеннің шөлін қандыратын тұшы, енді бірі тұзды да ашық қос теңізді бір-бірімен тоғыссын деп қоя берді. Алайда араласып кетпеу үшін араларына өткел бермес бөгет қойды. Ғалымдар мұның себебі тұздылық айырмасы, температура, тығыздық деп айтады. Бұл видео ғылым мен дінді салыстыру үшін емес. Бұл ғылым ашқан заңдылықтар Құрандағы аяттармен қалай үйлесетінін көрсету үшін.